Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге еншісі бөлінбеген қазақ деген аңыз айтып беремін. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Ертеде Сарыарқада малды алғаш рет қолға үйреткен абыз қария өмір сүріпті. Оның 3 ұлы болыпты. Қарияның 4-тілігі Сардаланың төзіне сыймай жайылған екен. Ақсақал панеген өтерінге барлық малын 4-ке бөліп, ұлдарына аманат етті. Сонда балалары әкесінен: "Біз 3-еуміз, ал малды 4-ке бөліпсіз. 4-ші бөлік кімнің еншісіне тиеді?" деп сұрайды. Қария балаларына қарап: "Ол Құдая қонақтың сыбағасы болады. Қонақтың малы сендердің малдарыңмен бірге өсіп-өнсін, бір қорада төлдеп, бір далада жайылады. Құдай қонақ келгенде ол өз үлгісін жетім болады. Үйлеріңе қонақ келгенде ас-ауқаттан тарылмаңдар. Өзіне тиесілі малдан семізін сойып, етін асып, тамағын дайындап беріңдер" деген екен. Содан бастап көшпенді қазақ арасында Құдай қонақты далаға қондырмай үйіне түсіріп алу дәстүрге айналыпты. Үй иелері де қонаққа сіздің сыбағаңыз тек қиналмай қой сауып береді екен. Заман өте келе қарияның 3 ұлынан өрбіген ұрпақ қазақтың 300-ін құрапты. 300-ден тараған барлық ұрпақ осы дәстүрді бұлжытпай орындайды екен. Ел аузында еншісі бөлінбеген қазақ деген сөз осыдан қалыпты. Достар, менің айтқан аңызым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.